Жұрт олардың ажырасқанын талқылап жүргенде ол баласы үшін сынбауға тырысып жүр. Ең ауыр депрессия ешкім байқамайтын депрессия. Кейбір әйелдер адамдардың ортасында жүреді да күлімсіреп, әдемі болып, бірақ жалғыз қалғанда көз жасына ерік береді. Кейбір аналар ажырасқаннан кейін балалар үшін өзін қайта жинап, өмірін жаңадан бастауға мәжбүр болады. Оларға ауыр, оларға қорқынышты, оларға жалғыздық қиын тиеді. Бірақ соған қарамастан олар әр таң сайын оянып, баласына таңғасын дайындап, құшағына басып өмірін жалғастыра береді да. Адамдар көбінесе олардың тек мықты жағын ғана көреді. Ал олардың ұйқысыз түндерін, ішкі күйзелісін, үнсіз төгілген көз жасын ешкім байқамайды. Егер жаныңызда осындай ана болса, қолдау көрсетіңіз. Кейде бір ауыз жылы сөз адамның үмітін қайта жандандыруы мүмкін да. Ал егер дәл қазір осы кезеңнен өтіп жатқан болсаңыз, мынаны ұмытпаңыз. Ең қараңғы түннен кейін міндетті түрде жарық таң атады. Бір күні балаң саған мақтанышпен қарайды. Менің анам берілмеді. Менің анам бәрін жеңіп шықты дейді.